Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бейти сарма тағамын дайындаймыз. Бұл тағамның негізі осындай люля кебаб. Люля кебабтың дайындалуын алдыңғы видеода көрсеткен болатынмын. Енді бұл тағам өте оңай, әдеттегідей. Енді қараңыздар, бізге осындай лаваш қажет болады. Осындай люля кебабты лавашымызға орналастырып ораймыз. Тығыз етіп орау керек болады. Қолдан келгенше тығыз етіп ораймыз. Лавашымызды кесе аламыз. Мен бір 2 сантиметр етіп қиғаштап кесетін боламыз. Қараңыздар. Осылай кесеміз қиғаштап. Бұл түрік халқының тағамы. Аты бейти деген аспаз бұл тағамды ойлап тауыпты. Сондықтан бейти сарма, бейти кебаб деп те атай береді. Енді тәрелке орналастырамыз. Мына жер жабыспай тұрсақ, кішкене сулап жіберсек, сулап жабыстырсақ болады. Ақырындап орналастырамыз. Көкөністерімізді орналастырамыз. Негізі бұл тамақты көп жағдайда турецкий рис, яғни пилавпен ұсынады. Бейти сарма тағамына соус дайындап жатырмын. Мына жерде 1 ас қасық сары майды ертіп алдым. Енді 1 ас қасық томат пастасын қосамын. Мұқият араластырамыз. Енді аз ғана су құямыз. Мұқият араластырамыз. Кішкене сұйықтау болғаны керек бізге. Тұз, кішкене қант қосамыз. Аз ғана тұз қосамын, 1 шымшым. Қантты көбірек қосамын, 1 жарты шай қасықтай қосамын. Мұқият араластырамыз. 1-2 минут от тастаймыз. Соусымыз дайын. Өте оңай, қарапайым, барлық үйден табылатын құрамынан осындай дәмді соус шығады. Жаңағы дайындаған соусымызды қосамыз біртіндеп. Әдемі томатный соус шықты. Негізі бұл тамаққа турецкий йогурт қосу керек, немесе біздің домашний сондай қатықты қоссақ болады, қою болып тұратын. Мен енді өзімде бар қаймақты қосатын боламын. Негізі дүкендерде сатылатын натуральный йогурт қоссаңыз да болады. Сәндік үшін гранат қосамын. Бейти сарма тағамы осындай болып шықты. Рецепт ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде дайындаңыздар. Қалай шыққаны туралы кері байланысыңызды күтемін. Дастарханыңыз тек жақсылыққа жайылсын. Астарыңыз дәмді болсын. Құрметті көрермендерім, сіздер үшін әрдайым ең жақсы рецептерді ұсынамын. Каналымда неше түрлі тағамдардың, салаттардың, тәттілердің де рецептілері көп. Каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, пайдалы болады деген үміттемін.